Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып менің тәуелсіз Қазақстаным. Мой независимый Казахстан. Жаңа сөздер. Жоғары кеңес. Билеуші ең жоғарғы орган. Правящий, самый высший орган. Жоғары кеңес, высший орган. Мысалы, например, жоғары кеңес шешім қабылдады. Высший совет принял решение. Мойындау синоним тану, признавать. Мысалы, Қазақстан тәуелсіздігін Түркия мемлекеті мойындады. Независимость Казахстана признала Туркия. Қиыншылық, ауыртпалық, синоним тяжести, трудности. Мысалы, көптеген қиыншылықтарға қарамастан Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. Несмотря на все трудности, Казахстан получил свою независимость. Қарыштап даму или жылдам даму. Быстро развиваться. Мысалы, Қазақстан қарыштап дамып келе жатыр. Казахстан развивается быстро, быстрыми темпами. Өркенің өссін, көп жаса, синонимичное выражение. Это благословение старшего к младшему за сделанные добрые дела. Тапсырма. Тәуелсіздік сөзін топтастырып жазыңдар. Тәуелсіздік деген қалай түсінесің? Как ты понимаешь слово тәуелсіздік? Независимость. Диаграмманы толтырып сөйлем құра. Составьте диаграмму в виде ассоциации. Ешкімге тәуелді емес. Никому не подчиняется, не подвластно. Жеке мемлекет, отдельное государство. Өз байлығын өзі басқарады. Сам своим богатством управляет. Ары қарай өздерің толықтырыңдар. Дальше сами дополните. Мәтінмен жұмыс. Балалар. 24-ші бет, 3-ші тапсырма. Диалогты мұқият тыңдаңдар, слушайте. Рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте по ролям. Түсінгендеріңді баяндаңдар. Расскажите, что вы поняли. Баянда, расскажи. Тыңдаймыз, балалар, слушаем. Сен не себепті 16 желтоқсан күні демалатынымызды білесің бе? Знаешь ли? Әрине, білемін. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Сондықтан осы күні сабақ оқымаймыз, демаламыз. Неге 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деп аталады? 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заңды қабылдады. Принял закон. Сен Қазақстанның тәуелсіздігін ең бірінші болып қай мемлекет мойындағанын білесің бе? Мойындағанын признал. Ия, бірінші болып Америка құрама штаттары, екінші Қытай Халық Республикасы, одан кейін Ұлыбритания мойындады.
бәрін білесің ғой? Әрине, біз тәуелсіз елдің баласы емеспіз екенімізді мақтан етуіміз керек. Мақтан етуіміз керек, должны хвалиться тем, что мы дети независимой республики, независимого народа. Иә, дұрыс айтасың. Тәуелсіздік көп қиыншылықпен келді ғой. Мен де тәуелсіз Қазақстанда тұрғанымды мақтан етемін. Еліміздің тәуелсіздігін сақтау өз қолымызда. Сақтау, сохранить. Өз қолымызда, в своих руках. Ал сен қалай ойлайсың? Балалар, мәтінді өздерің бірлет оқып шығыңдар. Прочитайте диалог, почитайте по ролям и сравните с переводом. Жақсы балалар, келесі тапсырма. Мәтін соңы жұмыс. Работа после прочитанного текста. Балалар, мына 6 сұраққа сендер жауап берулерің керек. Ребята, вы должны ответить на эти 6 вопросов, опираясь на текст, и у вас получится небольшой пересказ. Жақсы балалар, назарларыңа рахмет.